Келесі даблдармен жұмыс істейік. Мысалға, основной голосты, лид вокалды мьюттен алайық және даблдармен тыңдайық. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде даблдар кішкене қисық жазылған, сондықтан оны түзейік. Ол үшін лид вокалды даблдарға алып келейік қасына. Волналары бізге анық көріну үшін және айтымды ұлғайтамыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде кішкене темптен ауытқулар бар. Соны жасаймыз. Екінші айтымды да алып келейік осы жерге. Және айтымның керек емес жерлерін қысқартамыз. Маған бәрі бар. Алдыға қарай жылжып кеткен. Ол үшін альтты ұстап отырамыз. Және жұдырықтың суреті шыққанда мышканың сол жақ батырмасымен shift'ті баса отыра жылжытамыз. Alt, shift және мышканың сол жақ батырмасы. Shift'пен тағы да жылжытайық оңға қарай. Екі айтымды түзеп алғаннан кейін тыңдаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде бәрі бар, бәрі кішкене алдыға жылжып кеткен. Біздің основной голосқа қарағанда, ол үшін мысалға осы жерге ені басамыз. Мышканың көрсетілген жеріне ені басқан кезде бізде автоматикалық түрде варпинг жасалады және осы айтымның ритмімен жұмыс істеуге болады. Оңға солға тартып, мышканың сол жақ кнопкасымен тек қана. Келесі айтымға да солай жасасақ болады. Кнопка Е. Және осылай енді тыңдап көрейік. Жақсы, ал енді келесіге өтейік. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, маған әлем тар сөзі основной голосқа қарағанда ерте айтып тұр. Ол үшін ені басамыз, варпинг жасайық. Айтымның басынан да ені басып варпинг жасаймыз және оңға қарай ығыстырамыз. Дәл солай екінші айтымға де жасайық. Барлық кнопканы тек қана емен басамыз. Жақсы, дәл осылай бүкіл айтымдарды түзеп шығуға болады. Немесе тағы да оңай жолы бар. Ол бірінші Revoice Pro'ны ашамыз. Қосымша программа. Бұл жерге үш дорожканы ашамыз, мьюттен аламыз және бірінші дорожканы белгілейміз және соңғы дорожканы белгілейміз. Shift'ті баса отыра. Барлық үш дорожканы белгілеп алғаннан кейін, менде бұл жерде бар линк кнопкасын басамыз. Еріннің сурет тұрған. Линк кнопканы басқаннан кейін, мысалы менде основной голос 25-ші дорожкада тұр. Аудио бірді таңдаймыз және caption'ы басамыз. Менде lead vocal 27-ші каналда тұр екен. 27-ге аудио бірді таңдаймыз. Қалғанына реттік санын береміз. Аудио 2, аудио 3 және capture жасыл жанған кезде play'ді басамыз. Сенде бәрі бар, сенде бәрі бар, жанды неме керектің. Керек айтымдарды көшіріп алғаннан кейін паузаны басамыз. Пауза басылғаннан кейін автоматты түрде біздің айтымдер Revoice Pro'дан ашылады. Revoice Pro'ның мақсаты ол бірінші основной голосқа қалған бэк вокалдардың голосын ритм бойынша түзеу. Автоматикалық түрде көп уақыт алмайды және тез. Оны түзеу үшін бірінші біз бос жерге мышканың оң жақ кнопкасын басамыз, Add Tracks таңдаймыз. Қосымша екі дорожка алайық. Number of Tracks және Track Name аудио 4-ші дорожкадан басталсын. Және OK кнопкасын басамыз. Бізде қосымша екі дорожка ашылды. Не үшін екі дорожка? Біз lead вокалды шығармаймыз, тек қана екі бэк вокалды көшіреміз. Бұл жерде V кнопкасын басамыз. Бізде Guide аудио, ол бірінші аудио болады. Екінші дубль, ол аудио 2 болады. Және аудио 2 барлық информацияны аудио бірден көшіреді. Тек қана ритмнің информациясын. Және ол бізде аудио 4-ке шықсын. Пресетке кіреміз. Tight Timing Only'ді таңдаймыз. Және New Process кнопкасын басамыз.
көріп отырғандарыңыздай бізде автоматикалық түрде ритм түзеліп шықты. Дәл сол сияқты аудио 3-ші дорожкінде шығарайық аудио 5-ке. New процесс. Одан кейін плейді басамыз. Сенде бәрі бар. Шыққаннан кейін керек емес линктің плагиндерін жабамыз. Қосымша Т кнопкасын басып 2 жаңадан аудио дорожка ашамыз және Ctrl-Shift-ті бірге қоса ұстай отыра мышканың сол жақ кнопкасымен біздің жөнделген бэк-вокалдарды рейперге көшіреміз. Дәл солай екіншісінде. Көшіріп болғаннан кейін Revoice Pro'ны жабамыз немесе свернуть ете тұрайық. Үстіңгі бэк-вокалдарды әзірге мьют қоя тұрамыз және 2 айтымды белгілеп алып Shift кнопкасын баса отыра жылжытайық. Енді тыңдаймыз. Сенде бәрі бар, сенде бәрі бар, сенде бәрі бар, сенде бәрі бар. Керемет, барлығын түзеп шықты. Содан кейін бэк-вокалдың керек емес жерлерін өшірейік. Fade in'ді ұмытпаймыз. Мысалы, айтымның бос жерлері бар. Бұл жерде ауа жұтқан жерлері мысалы. Бұл основной голосқа кедергі жасайды, сондықтан мен әрқашанда оны алып тастап отырамын. Fade in және fade out. Дәл осылай барлық айтымдерді жөндеп шығамыз.